Сәлем қыздар, бүгін мен сіздерге тігін машинасының шаңынан тазалап және де майлауды көрсететін боламын. Бұл жерде ешқандай бір қатып қалған қағида жоқ. Мен өзім қалай тазалаймын, дәл солай көрсететін боламын. Ең алдымен біз қазір тігін машинасын тоқ көзінен суырып аламыз. Бұл сақтық шаралары үшін қажет. Мен өзім машинаны тазалаған кезде әрқашан жоғарыдан төмен қарай тазалаймын. Сізде солай жасап көріңіз. Бізге енді қажетті зат бұл отвертка, немесе осындай отверткалар. Бұл машинамен бірге келетін отвертка, және де міндетті түрде тігін машинасына арналған май қажет. Басқа май қолданбаймыз. Мен әдейі осы майды көрсеттім, себебі бұл май барлық тігін машинада басында сатып алған кезде бірге келеді. Сосын бізге қажетті зат бұл щетка. Кез келген щетканы қолдана берсеңіз болады. Акварельдік щеткаларды да қолдансаңыз болады, немесе құрылыс материалдары сататын дүкендерден де дәл осындай жіңішке щеткаларды таба аласыз. Дәл қазір қол астыңызда щетка болмаса, онда сізге қарапайым барлық үйде табылатын осындай ватный палочкамен де тазаласаңыз болады. Щеткадан өте жақсы тазалайды деп айта аламын, себебі мен өзім осымен тазалаймын әрқашанда. Шаңдарын, артық майларын жақсылады. Және де бізге кішкентай ғана мата қажет болады, мақта матасы қажет болады. Барлық заттарымызды дайындап алдық. Енді қазір біз тігін машинамызды тазалауға өтеміз. Барлық машиналарымызда жоғарғы бөліктің қақпағын осындай бір шуруппен бекітілген. Осы шурубымызды шығарып аламыз. Кейбір шуруптарда колпачоктары болады, ал кейбір машинкаларының колпачоктары жоғалып қалған болуы мүмкін. Ол маңызды емес. Міне қазір шурубымызды шығарып, ашып, қақпағымызды ашамыз да ішкі құрылысын тазалай бастаймыз. Ішкі құрылысын тазалаған кезде қазір міне щетка немесе ватный палочкаларды алып, барлық шаңдардан тазалап шығамыз. Жоғарғы бөліктің шаңын сүртіп алдық. Қазір ине және лапканы алып аламыз. Қазір біз жоғарғы бөлікті майлаймыз. Міне маховое колесоны айналдыра отыра, біз жоғарғы бөліктің ішіндегі бөлшектерді майлаймыз. Міне маховое колесоны қозғалтқан кезде бізде бөлшектеріміз қозғалып жатыр, яғни үйкеліс қозғалысында болып жатыр. Міне сол үйкеліс қозғалысында болып жатқан жерге 1-2 тамшы май тамызамыз. Бөлшектерімізді майлаған кезде, май тамызған кезде маховое колесоны айналдыра отырамыз. Сол кезде май бөлшектерге бойына жақсы жайылып майланатын болады. Енді төменгі бөлікті майлап, шаңнан тазалап аламыз. Қазір міне ең алдымен ине пластинкасын шығарып алу керекпіз. Кейбір машиналарда әртүрлі болуы мүмкін, бірақ қорықпаңыздар алуға, оны тазалап тұру керек. Астында өте көп матаның талшықтары, жіптер, шаңдар жиналып қалады. Дұрыс тігілмеудің бір себебі сол болуы мүмкін. Міне көрдіңіздер, кәдімгідей шаң жиналып қалған менде. Қазір осыны щеткамен немесе ватный палочкамен тазалап аламыз. Қазір біз шөрнек орнын тазалап аламыз астыңғы бөлікте. Мен шөрнек орнын тазалаған кезде машинканы жатқызып тазалаймын. Маған солай ыңғайлы, жақсы тазаланады. Егер де сізге ыңғайсыз болса, бұлай тазалау, сіз өз қалпында тұрған қалпында тазаласаңыздар болады. Және де шөрнек орнында осындай 2 кішкентай рычаг тұрады. Бұл рычагты болтынан шешіп алмаймыз, жай ғана екі жаққа үстінен басып
жылжытамыз болды. Сосын міне бөлшектерімізді ақырындап шығарып шаңдарына сүртіп аламыз. Жаңағы кішкентай матамызбенен. Сосын ішіндегі шаңдарды щеткамен немесе ватный палочкамен тазалап аламыз. Мінекей төменгі бөліктің шаңдарын барлығын алып болған соң енді майлаймыз. Майлайтын кезде міне машинканы өз қалпына қоямыз. Осылай майлаған ыңғайлы. Мінекей қазір көріп тұрғандарыңыздай майлаған кезде маховый колесоны айналдыра отырамыз. Сол кезде май жақсы өз бойына алып, жақсы майланады. Ине пластинкасы орнында осындай кішкентай бөлшек бар, қозғалыста болатын. Сол жерге де 1-2 тамшы май тамызып жүргеніміз абзал. Ол қатты маңызды емес, бірақ артық етпейді. Астыңғы бөліктерімізді майлап алдық. Енді қазір жинап шығамыз. Жинаған кезде осылай жатқызып жинасаңыздар да болады, немесе өз қалпында тұрған кезде де жинасаңыз болады. Бірақ осылай жатқызып жинасаңыз, барлық детальдар өз орнына түседі. Тіккен кезде ешқандай ақаулықтар, ондай бір проблемалар болмайды. Міне қазір көріп тұрсыз, мен майладым. Осы жерге де 1 тамшы ғана май қойып жібергеніңіз дұрыс болады. Міне жанына да осылай майласаңыздар болады. Бұл жіпке қатты тимейді, бірақ аса қатты май тамызбаймыз. Төменгі бөлікті тазалап, шаңнан сүртіп, майлап болдық. Енді қазір біздің машинаның арт жағында осындай бір колпачок тұрады. Сол колпачокты да шешіп, ішіндегі бөлшекті де майлау қажет. Себебі ол бөлшекте қозғалыста болады. Сондықтан ол құрғап қалмау қажет. Сондықтан оны майлап тұру қажет. Бірақ жиі майлау қажет емес. Оны бір 3-4 ай сайын майлап тұрсаңыздар болады ол бөлшекті. Май 1-2 тамшы май жеткілікті. Сосын маховый колесомен айналдырып жібереміз. Мінекей біз машинкамызды шаңнан тазалап, майлап алдық. Енді ине пластинкасын өз орнына қойып қоямыз. Енді лапка және жаңа ине орнатамыз. Енді машинкамыздың тігістерін тексеріп көру керек. Қазір мен сабақтадым, үстіңгі және астыңғы жіптерін сабақтап алдым. Қазір күрделі және оңай тігістерді қалай тігетінін көреміз. Тігістерімізді осындай кішкентай ғана матаға тексеріп көреміз. Міне түзу тігісіміз өте жақсы тігіліп тұр. Бекіту тігісі де бастапқы және де астыңғы үстіңгі жіптер де жақсы тігіліп жатыр. Қазір енді күрделі тігісті тігіп көреміз, қалай тігетінін тексеріп көреміз. Міне
мінекей қазір біз күрделі тігісті тігіп жатырмыз, яғни декоративті тігістеріміз. Көріп тұрғандарыңыздай, мінекей көріп тұрғандарыңыздай ешқандай ақаулық жоқ, жиырылып қалу, жіп тартылып қалу немесе секіріп кету жоқ, барлығы жақсы. Сондықтан да сіз өзіңіздің тігін машинаңызды жиі тазалап, майлап тұрыңыз. Сол кезде сізге көмекшіңіз ұзақ жылдар бойы қызмет атқаратын болады. Видео ұнап жатса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар және каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау, аман болыңыздар.